Сәлеметсіздер ме? Мен Жұмадилова Йолым. 10 жас сыныптың атынан челленджді қабылдай отырып, өзім сүйікті кітабым туралы таныстырғым келеді. Мұқағали Мақатаев есімі бүгінде бар қазаққа мәшһүр. Мақатаев махаббат пен достық, поэзия және табиғат туралы жырлады. Бірақ оның шығармалығында ерекше орынды отан тақырыбы алады. Мақатаев туған жерінің сұлулығына тамсанудан жалықпады. Ол өз күнделіктерінде туған жердің табиғаты, оның жанына қалай әсер еткені туралы жиі жазатын. Мақатаев қазақ халқына оның болашағына сенді және оған қажет болуға тырысты. Жүрегінің түбіне қыр жасырмай қалың қазақпен ағынан жарыла сырласқан ақын, Мұқағали жырлары еліміздің қиын кезеңде есейіп, ержеткен бір буын ұрпақтың басынан кешкен. Өмір өзенді, қуаныш пен қайғыны, сағыныш пен мұңды, ерлік пен өрлікті шынайы көркем кестелейді. Күнделікті оқи отырып, ақынның қайғы қасіретін бірге сезінесің. Ал біз осы челленджді 10 М сынып оқушыларына жолдаймыз.